Бүгін Қазақ бұзғой жобасынан көретіндеріңіз Нұрсұлтан төсектен бас көтермей жатып, шаң басқан архивтерге аттанды. Врачи делятся на 3 категории. Первая категория врачей – это от Бога врачи. Второе говорят, ну с Богом. Третье, не дай Бог. Папа Римский Франциск Астанаға не себепті келді? Аш қазаққа понтификтің бұл сапарынан не пайда? Күзетшіні соққыға жыққан Маңғыстау облысының зам әкімі жазалана ма? Білім және ғылым министрі Саясат Нұрбектің балалары Кипрде оқиды екен. Соған қарағанда министр отандық оқу орындарына сенбейтін сияқты. Сонда қалай, қазақтың білімі мен ғылымына жауапты болса да, оны менсінбей, өз перзентін шетелде оқытатын адам білім министрі болуға лайықты ма? Эй, атаң әлет. А почему тогда ваши дети не учатся в казахстанских школах? Я прошу прощения. Нет, подождите, если вы доверяете как родитель, почему ваши дети не учатся в казахстанских школах? Ну почему не... Подождите, это не личный. Ұлының тойын 115 миллион теңгеге жасаған Қызылорда облысының әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың бұл әрекетін ағасы Бердібек Сапарбаев қолдап шықты. Оның кінәсі әкім болған. Егер ол әкім болмаса, ешнәрсе болмас еді, жазбас еді оны. Әкім болғаннан кейін оны жазды. Шынында да қайда кетпей жатқан 115 миллион теңге Қазақстанда онсыз да ақша шашылып жатыр ғой. Дәл қазір осы және басқа да жаңалықтарды саралап, сараптап реттейтін боламыз. Қараңыздар. Ассалаумағалейкум, қасқыр мінез қазағым. Назарда Қазақ бұзғой жобасы және оның авторы Жан Ахмадиев. Қасиетті қазағым, бұл бағдарламаны бастамас бұрын арнаға жазып, подписка жасап, қасында тұрған қоңырауды басып қойыңыздар. Осы арқылы шырылдаған шындықтың шыққанын бірінші болып біліп отырасыздар. Келістік пе? Рахмет. Ар ұятты тығып қойып, артыма еңбек етем, өтіріктен халқыма өз баламды оқытамын. Шетелде қарсы келмей, Ақорданың салтына. Міне, қазіргі шенеуніктер өз балаларын шетелде оқытуды дәстүр жасап алғандай. Әрине, оларды да түсінуге болады. Қазақстандағы университеттерде онсыз да орын аз. Біздің шенеуніктер 1-2 орын болса да, қара қазақтың балаларына бұйырсын деп, өз балаларын амалсыздан шетелге жіберуге мәжбүр. Не деген патриотизм десейші. Осындай ұлт жандылардың басын бастап тұрған білім және ғылым министрі Саясат Нұрбек. Бұл адамзаттың балалары сонау Кипрде оқиды. Ал Кипрде оқу үшін жылына кем дегенде 20 мың доллар төлеу керек екенсің. Оны теңгеге шақсақ 10 миллион болады. Бұл тек 1 жылға ғана. Ал Кипрде әр студент кем дегенде 4 немесе 5 жыл оқиды. Сонда айналдырып есептегенде 50 миллион теңге. Жақында ғана Саясат Нұрбек бір сұхбатында айтып еді. Ойбай, балаларымды Қазақстанға қайтарам. Сонда ғана жүрегімде жай табам. Өзім министр болып тұрғанда, балаларым шетелде оқиды деп қалай ғана айталам, деп еді ғой. Сөйтсек, сәкең сөзінде тұрмайтын жігіт екен. Сенбесеңіз, қараңыз. А почему тогда ваши дети не учатся в казахстанских школах? Я прошу прощения. Нет, подождите, если вы доверяете как родитель, почему ваши дети не учатся в казахстанских школах? Это вопрос личный. Ну почему не... Подождите, это не личный. Бүкіл журналистің алдына есеп берем дедіңіз. Енді я жоқ деген білемейсіз ба? Қазақстанда келді ме жоқ па? Вы пообещали, у нас есть видео, где вы сказали, что вы фотоотчет даже выложите, но мы этого не увидели. Руками меня не трогать. Руками меня не трогать. А господин министр, чего вы боитесь? Чего вы боитесь, господин Нурбек? То есть это все, что вы хотите сказать гражданам Казахстана, которые обучают своих детей в общеобразовательных школах, да? Осылай тосыннан қойылған сұраққа жауап бере алмаған Саясаттың байқұс балалары амалсыздан жерорта теңізінің жағасында білім алып жатқанда, қара қазағымның балалары оқуға түссе де тұрарға үй таппай сандалып жүр. Бірақ өз баламнан басқасы құрып кетсін дейтін бұл пендеге қаңғып жүрген қазақ студенттерінің тағдыры 5 тиынға да қызық емес шығар. Қалай болғанда да осының логикасын түсінбедім ше.
өзінің күмістен қымбат, алтыннан асыл балалары шалқақтап шетелде оқып жатқанда, бұл болса Қазақстанда оқу білім сапасы керемет деп ауыз көпіріп айтып жүр. Біздің ғылым саламызды қолданбалы, нақты бағытталған зерттеулерге бұрып, бетін бұрып, Қазақстанның экономикалық дамуына үлес қосу. Қолданбалы, нақты үлес қосу арқылы өз балаларының басқа балалардан жоғары тұруына үлес қосу дей салмадың ба? Саясат. Негізі бұл пенде қалай министр болып жүр, я? Кезінде әділдік сұрап алаңға шыққан қазақтарды қамап жүрген бұл жылтың байды барлық активистер біледі. Я был одним из немногих государственных чиновников, который непосредственно от начала до конца был на месте и пытался контролировать процесс. Шешесімен жасты апайларымыз бен қарттарымызға қаталдық танытып, ұрып соққан мұндай арамзатқа, адамзатқа болашақ ұрпақтың білімін сеніп тапсыруға бола ма? Бұл не сұмдық? Ескі жүйенің есектері есіріп көтін қыстыма десек, бұлар министр болып әлі де тайраңдап жүр. Ал Тоқаев мырза, бұл қай сасқаныңыз? Басқасы басқа, бірақ дәл осы саясат деген сайқалды министр жасағаныңыз қызық болды. Әрине, бұл тек менің пікірім. Десе де Назарбайдың қол шоқпар болған адамға өз басым сенбеймін. Жалпы билікте жүргендердің басым бөлігі қазақтың қамын емес, өзінің нанын ойлайтын арамзаттар ғой. Нан демекші Қызылорда облысының әкімі Нұрлыбек Нәлібаев жалғыз ұлына 115 миллион теңгеге той жасап, қазақтардың наразылығын тудырған еді. Бұлай қарасаң, өзі біледі ғой, жасаса жасай берсін, асаса асай берсін. Тек қазақтың қалтасына қол шықпаса болғаны. Десе де ол бақандай бір облыстың әкімі. Скажите, пожалуйста, мне короткий вопрос, буквально 3 секунды, пожалуйста. Қазақта сөз бар ғой, жапа шегіп жай жату жасқаншақтың белгісі, аспандағы айдату мақтаншақтың белгісі. Шынында да қара қазағың қара нан мен қара шайға зар болып жүргенде, дударайымға салып ұлан асыр той жасаудың өзі әбестік емес пе? Бір таңғалғаным Бердібек Сапарбаев інісінің бұл әрекетіне наразылық танытады ма десем, керісінше әкімді жақтап шыққаны бар емес пе? Ол жерде негізінен енді ағайын туысқан қазақ болғаннан кейін енді той болады ғой, енді той жасау керек қой. Оның үстінен өзің енді жаңғыз несі ұлы, ол жерде енді оның кінәсі әкім болған. Егер ол әкім болмаса, ешнәрсе болмас еді, жазбас еді оны. Әкім болғаннан кейін оны жазды. Оның кінәсі әкім болғаны деген сөз қалай кетті? Как будто Нұрлыбекті Тоқаев қинап тұрып бір әкім жасап қойғандай ше. Әңгімені жібереді ғой жарықтықтар. Негізі соңғы кезде әкімдер әкімдігін танытып жүр. Жақында Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары Ақтауда төбелес шығарған. Дәлірек ол Грин Парк кешенінің күзетшісін ұрып тастапты. Әкімдер боксер. Ол мен емес, тыныш жүремін мен әркез деп әкім орынбасар кейіннен ақталып әлек болды. Мүмкін солай да шығар, ақиқатын тек бір Алла мен аяқ жеген күзетші біледі. Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло. Бүгін Папа Римский Франциск Астанаға келіп, Тоқаевпен жолықты. Жалпы бүгін елордада плотна пробка болған шығар, астаналықтар. Пападан бөлек Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин де келді. Папаны көрген қазақтар әкесін көрген баладай мәз әйтеуір. Папа, кетпеш, папашым тоқташ, кетпеш. Мүмкін қинап тұрғызып қойған шығар, кім білсін. Өз басым осы папа мамалардың Амантай қажыдан түк айырмашылығы жоқ деп ойлаймын. Вы посмотрите, как Аллах сделал так, что добрые иудеи в Иерусалиме празднуют сейчас. Иудейский праздник идет, католический праздник идет. Мойындаңыздаршы, елімізде Папа Римскийден гөрі Амантай қажы хит қой. Аттан қазақ деген жазуды көрмеген қазақ жоқ шығар сірә. Кезінде үй қабырғаларына сурет салудан осы Амантай қажының командасы бірінші орын алды деген қауесет бар. Қалжың ғой.
зато Амантай қажы қатынынан қорықпайды, тоқалы бар. Тоқал алу керек, ешкімден қорықпау керек. Кім бұл? Так, Алло, Аманчук қайдасың? Кім бұл? Қайдасың? Ойбай бәйімші сен ба? Ал Папа Римскийде тоқал түгілі қатын да жоқ деп қуып кетсең, е? Бірақ оларға қатын алдырмайды ғой, по-моему, е? Білмеймін, кеттік дальше. Негізі осы Папа Римскийге қаңғып жүрген қазақтардың кедей өмірін көрсету керек еді. Көкелер баяғыда безінген ғой ардалары, қазағымның қара көзін қашиды олар сарғамалы. Шетелдіктер шалқаяды басқа шығып жұртты көріп, қазақтар жүр үй таба алмай әр пәтерді жалдап алып. Бұл қазақтарды көрген папамыз папа мобилін от алдыра салып, бұрыла салып мың жармен қашып кететін шығар елімізден. Не болса да білген боқтарын жесін деп жүре берейік, жуаспыз ғой. Айтпақшы, қазақтың көптен бері аңсаған арманы орындалатын сияқты. Нұрсұлтан енді жоқ. Астана атауы қайтарылатын болды. Ура! Ура деп қой. Алақай! Деп қуанып жатқан шығарсыздар. Мен де қуанып жатырмын. Бұл туралы қаулы 15 қыркүйекте қабылданбақшы. Бүгінгі айтарым осы, қасқыр мінез қазағым. Егер де бұл шығарылым ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл өте маңызды. Сонымен қатар арнаға жазылып, подписка жасап, жанында тұрған қоңырауды басып қойыңыздар. Осы арқылы ақиқаттың астарын ақтаратын видеолардың шыққанын бірінші болып біліп отырасыздар. Назарда болған Жан Ахмадиев және Қазақпыз ғой жобасы. Кездескенше күн жақсы.